Бала еді терең ойлап көрмеген, ойын ойнап қызық қуып терлеген, мектептегі сабақ тәртіп тым жақсы, сондықтан да жоқ кедергі көлденең. Бірақ оның көңілін бір ой бөледі, дейді өзі сол ой жолды бөгеді. Өз пайымы солай ғой бұл баланың, анасының бір көзі жоқ себебі. Сол мектепте аспаз шет анасы, ұлына ет дәмді, тәтті барасы. Ақша тауып аст үстіне түсетін, қарны ашпасын, киінсін деп баласы. Ал баласы асханаға кірмейтін, анасымен көшеде бір жүрмейтін. Ас беретін соқыр әйел анасы екендігін достар да білмейтін. Әрбір тәулік ашып жаңа парағын, бұл да басты сақтықпен әр қадамын. Кім біледі ғұмырын бұл жұмбақтың, қанша уақыт жұмбақ болып қаларын. Құпияны ашпаса кім біледі, байғұс ана мейірімде жүрегі, баласының талабы мен талантын білейін деп сабағына кіреді. Жаутаңдатып жалғыз ғана жанарын, рұқсат па амансың ба қарағым, білейін деп келіп едім сабағың, анасы едім мына отырған баланың. Деген кезде балалар ғой ешкімді ренжітпеген, елемеген еш мұңды. Анасының бір көзі жоқ қызығай, деген сұмдық суық мысқыл естілді. Баласының кетті түсіп қабағы, анасына айуан көзбен қарады. Ыза буып сал есікті сарт ұрып, шығып кетті бетке ұстап даланы. Келді үйіне уақыт асқан ақшамнан, назын айтты назалы үнмен басталған. Анасы жүр бәйек болып аз әкеп, баласының қамын ойлап аш қалған. Деді ұлы: ана, неге келесің? Іздеп келсең бар ойымды бөлесің. Мені іздеп келмеш енді мына жұртқа, анасының көзі соқыр демесін. Мен ұялам сырттамаған жолама, сөздеріме көңілің рас толама. Неге соқыр, қайда сенің бір көзің? Айтшы анашым, сырын білсем болама. Жылады ана, еңіреді, егілді, үйренген ғой келген мұңға көнуді. Шын жылады, соқыр көзден жас шықты, көкірегінде бар құпия көңілі. Кешір қалқам, не десең сол болады, айтқан сөзің ақылыма қонады. Сен ұялтқан, саған еткен қатемнің, бүгін мұнау ең соңғысы болады. Иә, дәл солай болды сол жер соңғысы, екінші рет бармады онда ол кісі. Сыртынан ақ тілеуімді тілейін, осы болар істердің ең оңдысы. Баласының тілегі осы қалаған, жеке жүрсе бақытты өзін санаған, деп ой түйді. Құтылар ем шешемнен, оқу бітсем, келмей қойсам қаладан. Солай жүріп бітірді оқу балада, бұрынғыдан бетер суық анаға. Оқимын деп ары қарай жиналып, тартып кетті шетел асып қалаға. Айтқандай-ақ ол анасын ұмытты, жұмыс тапты, маман болды білікті. Әйел алды, бала сүйді, анасын есіне алмай ойсыз қамсыз жүріпті. Күз сезімдерді сілкіп жауын жауып тұр, жігіт үйі сән салтанат тамып тұр. Құлақ салды әйелі де өзі де, есіктерін біреу келіп қағып тұр. Кім болды деп есік қаққан жаңағы, бәрі бірге есікті ашып қарады. Әйелі де баласы да қорықты, іздеп кепті соқыр ана баяғы. Жігіт жеке шықты дағы далаға, жақындады жалғыз көзді анаға. Әйелім мен баламды сен шошыттың, неге келдің, не бар мынау қалада? Саған келдім, демеймін бұған өкінем, хабарласпай тым алысқа кетіп ең, үйленіпсің, балаң бар деп естідім, сүйейінші немеремнің бетінен. Сескенді ана жабсар деп сортағы, қатуланып қабақшытып ол тағы. Жоқ, болмайды, рұқсат жоқ себебі, бір көзің жоқ, бала сенен қорқады. Бітті әңгіме, болмас қайта бастауға, қайттана демеу болар дос бар ма? Күңіреніп ақ жауынын төгіп тұр, ана менен бірге жылап аспанда. Уақыт сырғып айлар өтті, жыл өтті, өткен әр жыл 20 түлек түлетті.
Ауылға кел сағындық деп достары хат жіберіп шақыртыпты жігітті. Жол ұзақ деп жігіт біраз қиналды. Дегенменен барамын деп ұйғарды. Әйелді алып, баланы алып сол күні жол жүрмекке отбасымен жиналды. Келді ауылға, мауқын басты тарады. Жігіт ойы басқа арнаға ауады. Балалықты еске алсам деп жаяулап, өзі тұрған ескі үйге барады. Үйден шықты егде әйел. Сен келдің бе, өзгермепсің, таныдым. Анаң қайтқан, қалдырып еді аманат. Мен ашпадым, оқу өзің жарығым. Берді қағаз 4 бұрыштап бүктеген, деді жігіт. Түсінбедім түкке мен. Ашып көріп оқимын деп оңаша, кетті оңаша, барау хабар күтпеген. Балам, ботам, айым күнім асылым, қарт кеудемде бір сыр бар ет жасырын. Кеудемді өртеп барады сол күрең ой, жаздым хатқа, оқып балам біле ғой. Нәрестедің түспей тұғын қолымнан, бағым көбет бүгінгідей сорымнан. Әкең бар ет жаны жақын балаға, үйден шықты қыдырсақ деп қалада. Болықты да бірге кетіп арманы, жол апаты жан әкеңді жалмады. Түстік солай бұл тағдырдың тезіне, зақым келді сенің оң жақ көзіңе. Дәрігерлер көрді, білді, байқады. Үрейлендім, қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлыңыз, көрмес көзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз. Бақытты өмір сүру үшін балаңыз, сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты, ет жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін, білсін деп, құрбан еттім бағың үшін өзімді, саған бердім сап-сау тұрған көзімді. Міне балам, содан бері соқырмын. Содан бері таңым қайғы, кешім мұң. Осы өзбен көп ұялтсам өзіңді, кешір қалқам, кешір ботам, кешіргін. Оқып бітті, жүрегі аттай тулады. Көкірегін кермек өксіп улады. Біреуі өз, біреуі ана көзімен алдындағы ақ парақты сулады. Бауырлар, біздерге бұл мысалдың берері көп. Дәл сондай әрбір істің себебі көп. Себебін білмей қате қадам басып, отырма бармақ тістеп, не дедім деп. Атана разылығын тапсақ Алла, айтыпты жәннаттан жай беремін деп. Тірлікте таппаған соң көңілдерін, өлген соң жылаудың да керегі жоқ.